Сәлем достар, бүгін біз 7 сұрақ бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі келген 7 сұрақтардың барлығы осы дін айналасы жөнінде. Бірінші сұрағымыз Марлан аға дейді: дін туралы ойларыңызбен бөліссеңіз, және сізді мешіт салған деп естідім дейді. Дін туралы ойларымды бөлісетін болсам, дін айтатын дінім ислам ғой, өйткені өзім ислам дініндемін. Көп уақыт болды, 10 жылдан бері асып кетті. Менің ойымша дін деген өте маңызды, адам өміріне өте маңызды және қажетті нәрсе. Өйткені дін деген ол адамның діңгегі. Дін деген ол адамның ішкі бойын түзететін сынақ. Адам кез келген өзінің істеген әрекетін сол сынақпен салыстырып, сондай не арқылы өткізіп, өзі фильтр сияқты сонымен өткізіп барып, өзінің барлық істеген әрекеттерін сонымен салыстырып отыру керек әрдайым. Және дін деген ол адам өміріне мән беретін нәрсе. Өйткені адамның діні болмаса, адам бұл өмірге не үшін келді, оның істейтін әрекеттері не үшін, соның бәріне көптеген сұрақ пайда болады да, оған жауап болмайды. Адамның тұлғасында дін болғанда ғана адам сол сұрақтардың бәріне жауап тауып, бұл өз өмірінің мәнін тауып, бұл өмірде бақытты өмір сүре алады деп ойлаймын. Және де адамның басына ауыртпашылық жағдай туғанда, не ауыр кезеңдер келгенде, адам, сол діні бар адам, ондай кезеңдерден оп-оңай өте алады да, келешекте қайтып тұра алатын жағдайға жете алады. Сондықтан менің ойымша дін деген адамға өте маңызды, керекті нәрсе. Оның үстіне мен исламға жай дін ретінде ғана қарамаймын. Менің өзімнің тәжірибем бойынша мына ислам дінінің қағидалары және ұстанымдары адам өміріне өте көп тиімділік және пайда әкелетін нәрсе. Бұл ислам діні деген бұл өмірді, осы өмірдің ең бақытты өмір сүрудің жолы деп есептеймін. Өйткені мысалы мына бизнеске келгенде мен көптеген қағидаларын бизнеске қолданамын. Немесе басқа да өмірлік шаруаларымның барлық жерінде мына ислам дінінің қағидаларын мен өте көп қолданамын. Сондықтан бұл тек қана жай дін ғана емес, ол қолайлы, керекті, күнделікті өмірде де, бизнеске де керекті ұстанымдары бар дін. Ал енді жаңа мешіт жөнінде айта кететін болсақ, мен көптеген мешіттер салуға көптеген ат салыстым. Мысалы Алматы қаласының орталық мешітіне, Семейде бір мешіт салдым, Ұлытау ауданында мешіт салдым. Біраз мешіттер салуға ат салыстым. Өзімнің қол ұшымды беріп, оған қаражат бөлдім. Сондықтан біраз мешіт салуға мен көмектестім. Екінші сұрақ: сіз намаз оқисыз ба дейді. Әрине, дінде болғаннан кейін мен 5 уақыт намазымды оқимын. Ол сөзсіз, ол өйткені әрбір мұсылманның парызы. Үшінші сұрақ: намазды кешке және жазда таңертең қалай біріктіресіз дейді. Енді бұл дұрыс емес сұрақ деп ойлаймын. Жалпы намаздарды біріктіру ол тек қана сапарда жүргенде ғана біріктіруге болады. Әрине, мен сапарда жүргенде мен таңғы намазымды біріктірмеймін, бірақ күндізгі намаздарымды біріктіріп 2 ракаттан оқимын. Кешкі иша мен мағриб пен иша намаздарын оларды біріктіріп, бірақ мағриб намазы қысқартылмайды, иша намазы 2 ракатқа дейін қысқартылады. Қайталап айтып кетейін, намаздарды тек қана сапарда жүргенде ғана біріктіремін. Төртінші сұрақ: сіз қандай қайырымдылықпен айналысасыз және қандай қайырымдылықпен ешқашан айналыспаушы едіңіз дейді. Жалпы қайырымдылық жөнінде айтатын болсақ, мен мына бизнес тәжірибемде 90-шы жылдардан бастап қайырымдылық сұрақтарымен өте көп айналысамын. Өйткені әр адам қайырымдылықпен айналысу керек деген өзімнің қағидам бар. Бірақ мына бизнес, мына ислам дініне келгеннен кейін, намаз оқи бастағаннан бері, мен қайырымдылықты бірнеше түрге бөлетін болдым. Бірінші, ол әрине закат. Ол жыл сайын төленіп отыратын закат. Оның есептеу тәртібі бар, оның кімге бөлінуі тағы да тәртібі бар, және төлеудің тәртібі бар. Өйткені закат деген алдын ала төлеу керек закатты. Мысалы, келесі жылдың закатын мен қазір төлеуім керек, өйткені бұрын алғашқы кездерде мен закатты былай төлейтінмін. Бірінші жыл өткеннен кейін есептеп, санап, сол закаттың мөлшерін санап болғаннан кейін төлейтінмін. Бірақ мен ағаммен ақылдасқаннан кейін маған ағамның айтқаны, закатты әрдайым алдын ала төлеп отыру керек. Өйткені мысалы, бір күні Алла сіздің жаныңызды алып кетсе, жарты жылдан кейін сіздің жарты жыл бойы төлемеген закатыңыз қарыз болып қалып қояды. Сондықтан закатты алдын ала есептеп төлеп қою керек та,
жыл біткеннен кейін сол балансын келтіріп төленбеген бөлшегін төлеу керек. Ол бір закаттың есептеу тәртібі бар, бір екінші закат төлеу тәртібі бар, үшінші закат алушылар немесе закатты кімге беруге береді, соның тәртібі, ол адамдардың тізім тағы да бар. Оның бәрі мына исламда, шариатта бар. Екінші қайырымдылықтың екінші түрі ол садақа. Садақа деген не үшін арналған? Ол мысалы сіз закатты дұрыс есептемесеңіз, сол төленбеген нәрсені сіз садақа арқылы жауып отырасыз. Айтпақшы, закат туралы қайтып келетін болсақ, закаттың тағы бір төлеу шарты ол сол қолыңыз, оң қолыңыздың не бергенін білмеу керек. Сондықтан закат бергенде арнайы сол анонимдық түрде беру керек. Ал енді садақаға келетін болсақ, садақа ол ашып берсеңіз де болады, бірақ садақа өзіңіз білесіз, кімге беру керек екен, қанша мөлшерде беру екен, ол өзіңіз білесіз. Ол сіздің беріп жатқаныңызды басқадан білсе де, оның ешқандай күнәсі, ештеңесі болмайды. Сондықтан закат, ол садақа, ол жаңағы өзіңіздің ерікті түрде закаттың үстіне беріп жатқан қайырымдылығыңыз. Үшінші, көп адамдар соны шатастырады, ол спонсорлық көмек дейді. Спонсорлық көмек закатқа, не садақаға, не қайырымдылыққа жатпайды. Спонсорлық көмек деген ол менің ойымша ол коммерциялық нәрсе. Сіз біреуге көмек етсеңіз, сіз оның есесіне не жарнама аласыз, не рахметін аласыз, не тағы да басқа нәрселерін аласыз. Сондықтан спонсорлық көмек деген ол қайырымдылыққа жатпайды, менің ойымша. Ал енді қандай қайырымдылықпен ешқашан айналыспайсыз деген сұрақтың екінші бөлігіне жауап беретін болсам, енді жалпы мен көмек жасағанда, мен адамдарға балық емес, қармақ бергім келеді, ылғи. Өйткені тек қана балық беретін болсаңыз, ол адам қайта-қайта сізге көмек сұрауға мәжбүр болады. Сондықтан мен көмек көрсеткенде, әсіресе садақа жөнінде, закат жөнінде айтып отқан жоқпын қазір. Закаттың өзінің тәртібі бөлек, садақа жөнінде. Сонда мен көмек көрсеткенде адамдарға мен қармақ бергім келеді. Ол адам сол менен көмек алғаннан кейін ары қарай басқа адамдардан көмек сұрауға мұқтаж болмасын, басқа адамдардан көмек сұрамасын деген сондай оймен мен оларға балық емес, қармақ бергім келеді. Ал тек қана мысалы өздерінің жағдайын өзгерткісі келмейтін, талпынбайтын, не ынтасы жоқ адамдарға мен көмектескім келмейді. Өйткені кейбір адамдар кәсіби сұраушылар болып кетті. Сондай кәсіби сұраушыларға мен көмек көрсеткім келмейді. Және де мысалы көп адамдардан көмек сұрап жүрген адамдарға мен көмек көрсеткім келмейді. Өйткені жаңағы ол кәсіби сұраушылардың бір түрі. Негізгі шынайы көмек керек адамдар бұл өмірдің заңы шығар, бірақ олар көрінбейді, олар көп сұрамайды. Олар өздерінше тырысады, бірдеңе істегісі келеді, бірақ қолдарынан көп келмейді. Міне сондай адамдарға мен көбірек көмектескім келеді. Немесе жаңағы жетім, немесе бір ауыр жағдайларға түсіп қалған адам, ол өздерінің күнәсі емес, бірақ сондай жағдайға түсіп қалған адамдарға көмектескім келеді. Жаңағы айтып кеткендей, кәсіби сұраушыларға көмектескім келмейді ешқашан. Бесінші сұрақ. Сіз қажылыққа бардыңыз ба дейді. Иә, мен қажылыққа бардым. Ол әрбір мұсылманның 5 парызының біреуі ғой, қажылық деген. Қажылыққа бардым, 2013 жылы барып келдім. Енді ел қатарлы барып, қажылықтың өзінің тәртібі бар ғой, әр адам білетін шығар. Қажылыққа бардым. 6-шы сұрақ, ораза ұстайсыз ба дейді. Әрине ұстаймын. Бұл да мұсылманның бір парызы емес пе? Осы намаз оқығаннан бері, 10 жылдан бері ораза ұстаймын. Оразаның енді көптеген жақсы қасиеттері бар, жақсы нәрселер бар. Көп адамдармен араласасың. Ораза айының ішінде көптеген адамдармен танысып, араласып, қарым-қатынасты түзететін, ол тек қана аштық емес, ол тамақ ішпеу емес, ол жаңа адам арасында қатынас орнататын, жақсы қарым-қатынас орнататын ай деп есептеймін өзім. Сондықтан ораза уақыты, ораза айы өте маңызды ай. Және де ораза айында мен тек қана мына тамақ жеу тәртібін өзгертпеймін, мен оның үстіне ұйықтау тәртібін де мүлдем өзгертемін. Мысалы, түнде көбірек ұйықтамаймын да, күндіз ұйықтаймын. Ол адамның денесіне, ағзасына өте пайдалы нәрсе, өзгертіп отыру керек. Тамақ тәртібін, ұйықтау тәртібін, сол ораза уақытында соның бәрін қолданамын. Енді 7-ші сұрағымыз, сіз банкілерден несие кредит аласыз ба дейді. Бұл енді бір мұсылман ағайынның
мұсылман бизнесмендердің бір күрделі сұрақтарының бірі. Біз Қазақстан елінде тұрып жатқанын еске ала отырып, несиесіз бизнес жасаудың қиындығын біле отырып, мен мысалы өз басым, жеке басым ешқандай несие алмаймын, бірақ өзімнің акционер болып отырған компанияларым банкілік кредиттерді, несиелерді алады. Бірақ үлкен мөлшерде емес, кішігірім мөлшерде, және тек қана пайызы төмендетілген, мысалы даму арқылы немесе арнайы бағдарламалар несиелерін ғана алады. Таза банкілік несиені алмаймыз, ол үкіметтің арзандатылған арнайы несиелерін аламыз. Бірақ қайталап өтейін, мен өз басым емес, бірақ мен акционер болып жүрген компаниялар алады. Ол бір. Екіншіден, несие компанияларыңыз несие алса да, несиелеріңіз тек қана теңгемен болсын. Өйткені теңге девальвация болып отырады әрдайым. Сондықтан мына егер инфляцияның мөлшерін алатын болсаңыз, не девальвацияны алатын болсаңыз, егер сіздің несиеңіз теңгелік болса, онда сіздің пайызыңыз нөлге жақын немесе одан да көбірек болады. Керісінше пайыз болады. Мысалы, сіз үкіметтен 6-8 пайызға алсаңыз, теңгеміздің инфляциясының өзі 7-9 пайызға дейін болып отырады. Сонда шынайы айтатын болсақ, сіздің несиеңіздің пайыздары нөлге тең болады. Ол әрине несие деп алыңдар деп үгіттеп жатқан жоқпын, бірақ менің ойымша мына үкіметтен несие алуға болады. Арзандатылған теңгемен берілген несиені алуға болады. Банкілерден емес, бірақ үкіметтен алуға болады. Өйткені ол несиелердің арнайы мақсаты ол бизнес көтеру, ол бизнеске көмектесу. Мысалы, банкілердің кредиттері сияқты емес, ол адамдарды банкілерді, бизнестерді қанау. Мына үкімет тарапынан берілетін бағдарламалар, үкімет тарапынан берілетін теңгелік несиелер, менің ойымша, ол бизнеске тек қана көмек көрсетеді, және ол адамдарды не бизнестерді қанамайды, оларды банкроттыққа апармайды. Және де жаңа айтып кеткендей, біздің теңгеміздің инфляциясының пайызы несие пайыздан жоғары. Сондықтан ол менің жеке пікірім, жеке ойым. Ислам жағынан ол күнә шығар, бірақ мен үлкен күнә деп есептемеймін. Бұл өзімнің несиеге деген көзқарасым. Ал осымен біздің кезекті жеті сұрақ бағдарламамыз аяқталды. Мен YouTube, Facebook, Instagram, Telegram каналдарына жазылыңыздар, комменттерді жазыңыздар, лайкты қойыңыздар. Келесі кездескенше сау саламат.